Саламатсыздарбы? Бүгін 9 сынып ПТС 3-ның алгебрасын талдайтын боламыз. Мына жақта берілген формулаларды қолданып есептерді шығарамыз. Бірінші есепке қарайық. Бұл жерде бұрышты радианға айналдыру керек. Яғни бізде формула қандай? D бөлінген 180 тең пи радиан. Яғни пиді ар жаққа өткіземіз. Сол кезде бізде 40 пи бөлінген 180 тең радиан. 40 пен 180 қысқартамыз. 2 пи бөлінген 9 қалады. Яғни бізде жауап 2 пи бөлінген 9. D нұсқасы дұрыс болады. Келесі есеп. Бұл жерде радианды енді бұрышқа айналдыруымыз керек. Яғни 5 пи бөлінген 36 бөлінген пи тең бізде бұрыш бөлінген 180. Пи мен пиді қысқартамыз. 180-ді көбейтуге өткізген кезде 5 көбейтілген 180 бөлінген 36 болады. 36 мен 180-ді қысқартамыз. Яғни жауап 25. Бұл нұсқасы дұрыс болады. Үшінші есеп. Бұл жерде қайтан бұрышты радианға ауыстыруымыз керек. 15-те 5 бөлінген 180 тең ар бөлінген пи. Пиді көбейтуге өткізіп 15-те 5 көбейтілген пи бөлінген 180 тең ар. Нұсқаларға қарайтын болсақ, бұл жерде мынандай бүтін емес сан жоқ. Яғни біз мына санды бүтінге айналдыруымыз керек. Ол үшін 2-ге көбейтеміз. Сол кезде 31 бөлінген 360 көбейтілген пи болады. Яғни С нұсқасы. Төртінші есеп. Бұл жерде тангент альфа тең синус альфа бөлінген косинус альфа деген формуланы қолданамыз. Яғни тангент альфамен ауыстырсақ, ол кезде синус альфа бөлінген косинус квадрат альфа кіші 0-ден болады. Бәріміз білетіндей, санның квадраты 0-ден үлкен немесе тең. Сондықтан синус альфа ол бізде 0-ден кішкентай болу керек. Яғни синус альфа 0-ден кішкентай. Сондықтан бізде синустың теріс мәндері ол 3-ші және 4-ші ширекте болады. Келесі есеп. Яғни бірлік шеңберде point x пен 1/2. Яғни ол не деген сөз? Бізде x-дің квадраты плюс 1 бөлінген 2-ның квадраты ол 1-дің квадратына тең деген сөз. Яғни бұл жерден бізде x квадрат тең 1 минус 1 бөлінген 4 тең 3 бөлінген 4. Яғни x плюс минус түбірасты 3 бөлінген 2 тең. Бізде x екінші ширекте болғандықтан ол минус болады. Яғни x тең минус түбірасты 3 бөлінген 2. Алтыншы есеп. Синус 120 ол тең болады синус 180 минус 60-ға. Минус 120-ға. Яғни синус альфа ол бізде синус 180 минус альфа. Ол тең синус 60
Al töbede ko'rsatilgandek sinus alfa sol tebrasi 3/2 teng. Жетінші есеп. Бұл жерде косинус 240'та табу керек. Яғни косинус 240 ол косинус 60 минус 1-ге тең. Значит, минус косинус 60 ол бізде минус 1/2-ге тең. Cevabı da 8-ci есеп. Tangent 13π/3. Ол бізде неге тең? Tangent 13π/3 4π плюс π/3-ге тең. Яғни формула бойынша бізде ол tangent π/3-ге тең. Яғни бұл бізде теbrасы 3-ге тең болады. А жауабы. Котангенс π/8. Котангенс альфа бөлінген 2 тең 1 плюс косинус альфа бөлінген синус альфа болғандықтан бұл жерде бізде 1 плюс косинус π/4 бөлінген синус π/4-ге тең болады. Яғни ол 1 плюс 2 теbrасы 2/2 бөлінген теbrасы 2/2. Ол бізде 2 плюс теbrасы 2 бөлінген теbrасы 2. Яғни cevabı B болады. 10-ші есеп. Бұл сандарды біз өсу ретімен жазуымыз керек. Яғни бұл жерде синус 10 кішкентай синус 50-ден яғни бізде косинус 15 синус 75-ге тең болғандықтан және косинус 10 синус 80-ге тең болғандықтан бізде синус 10 кішкентай синус 50-ден кішкентай косинус 15 және кішкентай косинус 10-нан болады. Яғни Б жауабы дұрыс. 11-ші есеп. Бұл жерде
bizde y teng 2 minus kosinus x. Biz biletindey kosinus x ол minus 1-ден үлкен немесе тең. Және де 1-ден кішкентай немесе тең. Тура солай минус косинус x 1-ден үлкен немесе тең. Және 1-ден кішкентай немесе тең. Осыны қолданып, бізде y 2 минус 1-ден үлкен немесе тең, яғни бізде y 3-ке дейін бара алады. Және y тең 2 минус 1 тең 1. Яғни бізде y-тің ең кішкентай мәні 1, ең үлкен мәні 3. Жауабы С болады. Так, бұл жерде мына өрнекті упростить ететін болсақ, бұл жерде косинус 3π бөлінген 2 плюс альфа, ол бізде синус альфаға тең болады. Ал косинус π минус альфа тең минус косинус альфа. Ал котангенс π бөлінген 2 плюс альфа тең минус тангенс альфа. Так, ары қарай тангенс 2π минус альфа тең тангент минус тангент альфа. Және тангент π бөлінген 2 плюс альфа тең болады минус котангент альфа. Яғни өрнекті жазатын болсақ, синус альфа көбейтілген минус косинус альфа көбейтілген минус тангенс альфа бөлінген минус тангент альфа көбейтілген минус котангенс альфа. Бұл тең болады минус синус альфа көбейтілген косинус альфа бөлінген котангенс альфа. Яғни ары қарай қысқартатын болсақ, бізде минус синус квадрат альфа болады. Яғни жауабы минус синус квадрат x. 10-ші есеп. Яғни бұл жерде x бөлінген 2 тең боламайды π бөлінген 2 плюс π көбейтілген k. Яғни 2-ні көбейтіп өткізсек, x тең емес π плюс 2 көбейтілген π көбейтілген k. Яғни жауап Д. Ondan есеп. Мына өрнектің мәнін табуымыз керек. Егер косинус x тең болады минус түбірасы 3 бөлінген 3 және π xp мен 3π бөлінген 2-нің арасында жатса. Яғни бұл жерде не біле аламыз? Косинус x
teng minus plus 3 bölüngen 3 және x үшінші неде жатқандықтан четвертте бізде синус квадрат x тең 1 минус 3 бөлінген 9 тең 6 бөлінген 9, яғни синус x тең түбірасы 6 бөлінген 3 минус түбірасы 6 бөлінген 3. Тангенс x тең синус x бөлінген косинус x, ол тең түбірасы 2-ге. Ал котангенс x тең 1 бөлінген түбірасы 2. Яғни мына өрнектің орнына қойып көрсек, түбірасы 2 плюс 1 бөлінген түбірасы 2 бөлінген түбірасы 2 минус 1 бөлінген түбірасы 2. Ол тең 3 бөлінген түбірасы 2 бөлу 1 бөлінген түбірасы 2 тең болады 3-ге. Жауап 15-ші есеп. Бұл жерде y-тің ең кіші мәнін табу керек. Синус квадрат x 0-ден үлкен немесе тең болғандықтан, бізде синус квадрат x-тің ең кіші мәні ол 0-ге тең. Яғни y-тің минимум мәні ол 2 көбейтілген 0 плюс 1. Ол тең болады 1-ге. Жауабы А. 16-ші есеп. Синус пи бөлінген 12 көбейтілген косинус пи бөлінген 12. Ол бізде 1 бөлінген 2 көбейтілген синус пи бөлінген 6-ға тең. Яғни ол тең 1 бөлінген 2 көбейтілген 1 бөлінген 2 тең 1 бөлінген 4. Жауабы Б. Косинус 105-ті табуымыз керек. Яғни косинус 105 тең косинус 60 плюс 45 болғандықтан, ол тең болады бізде косинус 60 көбейтілген косинус 45 минус синус 60 көбейтілген синус 45. Яғни бұл бізде түбірасы 2 минус түбірасы 6 бөлінген 4-ге тең. А нұсқасы дұрыс. 18-ші есеп. Синус альфа плюс бетаны табуымыз керек. Бұл жерде бізде синус альфа тең 1 бөлінген 3, синус бета тең 2 бөлінген 3. Және А мен Б бірінші шектікте жатады. Яғни косинус альфа тең түбірасы 1 минус 1 бөлінген 3 тің квадраты. Яғни ол тең түбірасы 8 бөлінген 3 тең 2 түбірасы 2 бөлінген 3. Ал косинус бета тең түбірасы 1 минус 1 бөлінген 2 бөлінген 3 квадрат. Яғни ол тең түбірасы 5 бөлінген 3. Ал бізде синус альфа плюс бета ол тең синус альфа, яғни 1 бөлінген 3 көбейтілген косинус бета түбірасы 5 бөлінген 3 плюс косинус альфа ол бізде 2 түбірасы 2 бөлінген 3 көбейтілген синус бета 2 бөлінген 3. Яғни жауабы түбірасы 5 плюс
4 birasi 2 bölüngen 9. A cevabı dürüst. 19. hesap. Kosinüs 86 teng alfa olsa, kosinüs 8'de alfa men örnekte deyiptir. Yani bize A teng kosinüs 90 min 86, yani kosinüs 4'e teng bolğandyktан, yani bu жерде kosinüs emas, sinüs. Sinüs 4'e teng boladi. O кезде, yani kosinüs 8 teng 1 minus 2 bölgen sinüs kvadrat 4, yani teng 1 minus 2 a kvadrat. Nisa cevabı dürüst. 20. hesap. Tangens x 1 bölüngen 2'ye teng bolsa, және tangens y 1 bölüngen 3'e teng bolsa, x bölü y'ni табу керек. Tangent x bölü y, ол бізде tangents x bölüngen қосылған tangents y, yani 1 bölüngen 2 plus 1 bölüngen 3 bölüngen 1 minus tangents x 1 bölüngen 2 köbüйтілген tangents y 1 bölüngen 3. Yani бұл жерде бұл тең болады 5 bölüngen 6 bölüngen 5 bölüngen 6. Тең болады 1-ге. Yani бұл жерден x плюс y тең pi bölüngen 4'e екенін көре аламыз. Cevabı bu. Осымен талдау бітті. Сау болыңыздар.